Сегодня старая история получила новое продолжение. Звезда молодого певца Димаша засияла на музыкальном небосклоне Китая и Казахстана. Слава Димаша растет благодаря его творчеству. Народы наших стран все более активно стремятся узнать друг друга.94年出生的哈萨克斯坦歌手迪玛希，出生在音乐世家里，在国立艺术大学毕业后，一直作为创作性歌手活跃在舞台上。2012年，他获得了东方之星国际歌唱比赛冠军；2015年获得欧亚歌手大赛第1名。也是因为这些成绩，他受湖南卫视歌手节目的邀请，来到中国参加为期3个月的节目录制。Хонтау ағамыз мені арнайы шақырып өте қуанышты болдым. Сөздің шынына келгенде, ұсынған жоба туралы сұрастырып білгенде, бәрі айтатын, бұл Қытайда ең беделді және де атын әлемге танытқан сондай халық әртістері, былай айтқанда, қатысатын жоба. 歌手栏目在中国一直是收视率很高的音乐节目，节目每次邀请7名歌手现场角逐。这个舞台集合了当今华语乐坛的实力唱将。迪玛希在中国是一个完全陌生的面孔，但他所特有的歌剧演唱方式与高亢的音调，第一次登场就震惊了4座。迪玛希的一出场，一下把这个歌手的这个舞台的格局给变大了。非常非常难，这个歌已经绝对超越了普通的人的极限。迪玛希在舞台上展现了自己国家的文化和风情。他以高挑的身材、俊朗的面容，以及被誉为哈萨克斯坦国宝级天籁的嗓音，深受观众的喜爱，成为舞台上的焦点。迪玛希是7个歌手里年纪最小的。虽然在舞台上歌手之间是互相比拼，但在幕后却都愿意照顾这位来自异国他乡的小弟弟。迪玛希是第一次这么深入的和中国亲密的接触，与这些中国歌手朝夕相处，让他对中国有了全新的认识。қазіргі таңда әлем бойынша Қытай мемлекетін, Қытайдың мәдениетін білмейтін және де жақсы көзқараспен қарамайтын адам кемде кем. Тіпті жоқ деп те айтуға болады. Қытай халқының мәдениеті туралы және де бәріңіз де білесіздер, Пекин операсы, сонымен қатар атақты Джеки Чан ағамыздың кинокартиналары әлемдегі ең танымал, ең мықты кинолардың бірегейі және де бірегейі деп айтуға болады. Қытай халқының қонақжай екенін біліп жүрдім. Келгеннен кейін көзім 100% толықтай жетті. Ақ жарқын, кең пейілді жандар өте көп. 每个星期，迪玛希都要到中国的湖南参加节目的录制，其实就是参加一场比赛。在比赛之前，迪玛希第一时间就要到录音棚里，把自己的原创歌曲进行编曲的完善、和声的录制。 бұл әнді Қытай еліндегі көрермендеріме ұсынуға, тыңдатуға асық болдым деп айтсам, қалып айтпағаным деп ойлаймын. Өйткені бұл менің жүрегімнен шыққан туынды. Ұмытылмас күн әні арқылы Қытай еліндегі тыңдармандарыма, қолдаушыларыма ыстық ықыласым, ыстық лебізім, пейілім осы ән арқылы жетті деп ойлаймын. 用汉语演唱，
无疑给迪玛希增加了很大的难度。为了更好地融合两个国家的元素，歌曲的和声部分采用了哈萨克斯坦语。那是吧？对 M。新了加还是扎？语言可能会有一些障碍，因为他很优秀，所以我一定要帮他做得更好。在录音棚里，中国的工作人员与迪玛希一起磨合，一起修正，一直到了深夜。OK， 好，谢谢。Бөк вокалистерге де үлкен рахмет айткым келет. Қазақ тілі ол кісілерге жат тіл, бөгде тіл, соған қарамастан құлшынып, талпынып, еңбек етіп, жаттап, менің әнім осы келген қонағымыздың әні жақсы дұрыс деңгейде болсын деген ниет танытып, орындап берген жайы бар. Шын жүректен үлкен алғыс білдіремін қытайлық бауырларымызға. 迪玛希即将面临第10轮对决，这一场将会角逐进入决赛的资格。小哥哥要带给大家的今天的这个作品呢，是他自己写的。掌声有请迪玛希带来《难忘的一天》。第一位获得总决赛入场券喜讯的歌手是迪玛希。目前，迪玛希在中国的粉丝量超过了1000万，这个数字相当于哈萨克斯坦70%的人口。这对于迪玛希来说，简直是不可思议。 Тақымын қысып отырған үйде аналарымыз болсыншы, бәйгеде дұрыс шапсыншы деп отырған әкелеріміз, ағаларымыз, сіздерге үлкен рахмет. Сіздердің қолдауларыңыздың арқасында қазіргі таңда финалға жетіп, байқаудың соңғы шешуші кезеңінде бой көрсетейін деп жатырмын. 迪玛希在中国的演艺之路其实才刚刚开始。他顺利进入决赛，并且取得了第2名的成绩。这次参赛让他推开了进入中国的大门，也让中国人多了一份对哈萨克斯坦的了解。很多朋友都通过他开始去了解哈萨克斯坦，开始去了解到哈萨克生活方式啊，还有性格呀，各种各样的方面。 这是一个很好的契机，这对于两国文化的交流真的是起到了一个非常重要的作用。通过它，让观众们更多的了解哈萨克斯坦这么一个国家，了解哈萨克斯坦和中国之间的一个深厚的友谊。迪玛希也没有想到自己偶然之间成为了2个国家相互认知的一条纽带。 қазақ халқы Қытай елін өте қатты құрметтейді. Қытай елі де қазақтың баласына деген құрметін көрсетіп жатқанына бәрі куә. Сол себептен екі ел арасындағы достық, бірлік жасай берсін дейтін келеді.